Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Әсем Бұқай. Мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Алдынан бері өзіңді тәрбиелей алмай, бірінші баланы тәрбиелеу ол мүмкін емес деп айтып келе жатырмын. Мен соның ішінде шектеулерге соның бірімен бүгін өз-өзіңе рұқсат етпеу. Адам қандай да бір жетістікке жету үшін өзіне рұқсат бермей жатады екен. Бір қандай да бір үйге, бір көлікке, не болмаса бір жақсы өмірді өзіне рұқсат етпей жатады екен. Сондықтан оны тапқан ақшасы да миссиясына жетуге де құлшынысы болмайды екен. Сондықтан көп адамдардан байқағаным өзіне рұқсат етпей жатады. Ал өзінің туысқандарына сұрамаса да ақшасын бере салуға дайын, ал өзіне келген кезде ақшасын қимай жатады. Бала шағасына алып беруге дайын, оларға да сұрамаса да беріп жатады. Ананы алып берейін, мынаны алып берейін деп керек болмаса да ақшасын беріп жатады екен. Ал не үшін және өзімізге рұқсат етпейміз? Осы сұрақты сіздерге қойып көрейін деп тұрмын. Не үшін адам өзіне рұқсат етпейді? Себебі адамда жастық шақтан орнатылған ең бірінші блок ол шектеу блогы. Шектеп отыратын бізде наным сенімдер бар екен. Бала күніміздегі ата-анамыздан естиміз, біреудің алдына шықпа, көз тиеді, біреудің соңында қалма, сөз тиеді. Әйтеуір ортасында жүре бер, басыңды бұқып қой да жүре бер, әйтеуір елден қалма, тобырдан қалма деп. Тобырдан қалмайтын жануарлар ғой, олар тобырдан қалмау керек. Тобырдан қалмай өмір сүрген бұрынғы тас дәуірінде де. Сол сияқты сол наным сенім бұрыннан бері қалыптасып келеді деп біздің өмірімізге әсер етіп отырады екен. Бұл шектеуден қалай арылуға болады? Сол жайында қазір соңында айтатын боламын. Адамның түйсігінде 80% ақпарат сақталады екен. Осығанға дейін біздің тежеп жәнегі бір сондай ситуацияға тап келген кезінде ол блок денемізде және сезім болып сақталып бізді тежеп отырады екен. Және осы өзімізге рұқсат бермеудің тағы бір себебі ол бізді өзгерістен қорқу. Біз жәнегі өзіміздің және блогымызды тапқаннан кейін өзгеріп және өз сөзіміз бар тұлға болып қалыптасып келе жатқан елдің бәрі ойбай қойшы деп сөйтеді. Мысалы бізде мектепте жаңағы қойшы, анау саған не болды, сен бөлек болып кеттің ба, қуып кеттің ба деген секілді сондай наным сенімдер бар. Соның бәрі бізге әсер етіп отырады екен. Не болмаса әлдер ойбай мынау анандай болып кетті, мынау мынандай болып кетті, бұрын сондай еді деген сияқты сөздерге дайын болуыңыз керек. Ол айтылады. Сол өзгерістен адамдар содан қорқады екен. Және қойшы жүре берейін, әйтеуір өзі қылмаса болды деген сияқты. Ол және бала күніміздегі әке шешеміздің салыстыруынан болатын қорқыныштар екен. Төртінші, өзіңді сыйламау. Бір нәрсені алған кезде мейірім, махаббатпен және сыйлық ала алмау. Біреу беріп жатса, мен бұған лайық емеспін, ойбай рахмет деп алмайын, бұл маған керек емес деп. Сыйлық алғанда да біреуден мейірім, махаббатпен алып үйреніңіз. Өйткені сізге Алла Тағала бұл сыйлықты лайық деп біреу арқылы беріп жатса, сіз оған мен лайықты емеспін деп өзіңізді Аллаға ашасыз. Сондықтан біреу сыйлық бере ме, бүгіннен бастап рахмет, мейірім, махаббатпен алдым деп өзіңді алла бастасаңыз, өзіңіздің бір осы өмірге бір керектігіңізді сезіне бастайсыз. Бұдан шығу жолы әркімнің өзінің психотипіне байланысты. Біреу бір айда шықса, біреу бір жұмада, біреу бір жылда, не болмаса 3 жылда сөйтіп шығып отырады. Бүгіннен бастап жатар алдыңызда жақсы ойларды ойлауға, өзіме жақсы сөздер айтуға, жақсы киінуге, жақсы жәнегі іспен айналысуға өзіме рұқсат еттім деп 30 түрлі нәрсені айтып өзіңізге рұқсат етіңіз.
және кішкентай кішігірім сыйлықтар алып өзіңізді соған кішкентай мақсаттар жасап, соған кішкентай сыйлықтар жасап өзіңізге рұқсат еттім деп сезініп өзіңізге рұқсат етсеңіз, содан бастап және үлкен заттарға өзіңізге рұқсат бере бастайсыз. Өзіңізді жақсы ортаға және жақсы бүгін біреудің алдында өзіңізді, мысалы, бұрын сөйлесе алмай жүрген адамдарыңыз болса, солармен сөйлесуге рұқсат еттім деп өзіңді рұқсат беріп отырсаңыз, жаңағы өзіңіздің мақсатыңызға тез жететін боласыз. Бұрын өз ойыңызды айтпай ішіңізде тежеп қалатын болсаңыз, бүгіннен бастап кешірім сұраймын, мен осы ойды айтқым келіп тұр деп, мысалы, енеңізге айта алмай жүрсіз бе, или бір қайынбикеңізге айта алмай жүрсіз бе, мен білмеймін, әйтеуір бір адамға айта алмай жүрсеңіз, или анаңызға, или әпкеңізге өзіңіздің ойыңызды, әкеңізге, может, ұнамаған жерлеріңізді кешірім сұраймын, мен осыны айтқым келіп тұр, менің ойым осылай деп бүгіннен бастап айтып үйреніңіз. Өзіңіздің ойыңызды айтуға рұқсат беріңіз. Бәрі содан басталады. Өзгеріс өзіңізден басталады. Өзіңіз өзгерсеңіз, мына әлем, бүкіл әлем өзгереді. Ең бірінші өзіңіз өзгерсеңіз, жаныңыздағы балаларыңыз, жолдасыңыз өзгереді, содан кейін көрші-қолаңдардың өзгергенін байқайсыз. Менің ақпаратым ұнаған болса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Рахмет.